Ертеректе бір елдің патшасы бақшасын аралап жүріп, қураған ағаштарды, бұталар мен гүлдерді көреді. Өсімдіктердің тілін түсінетін патша еменнен оның қарағай сияқты биік бола алмағаны үшін қурағанын біледі. Ал қарағай жүзім сияқты жеміс бере алмағанына қапаланып қураған екен. Жүзім раушан сияқты жұпар шашуды аңсап, сырқаттаныпты. Гүлзармен серуендеуге бұрылған патша ерекше жайқалып өскен керемет гүлге кезігеді. Гүлдің сырына құлақ түргенде: менің барым осы. Мен гүлмін, демек менің міндетім гүлдеу, жайқалу, көзге қуаныш сыйлау, көңілді көтеру. Сол себепті мен әсемдігім мен жұпарымды сайлап, өсуге күш салдым деген жауап алыпты. Ғибрат, адамдар да осылай. Бойында жоқ қабілет пен қасиетті жоқтап, өзгелермен арпалысып жатқаны. Әр адам бойындағы титтей өзгешелігін өзі тани білсе, сол өзгешелігін дамытып, жетілдіруге күш жұмсаса, көп қателікке ұрынбас еді.